Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум достар, барлығымыз білеміз, қазіргі таңда Өзбекстанда футзалдан әлем чемпионаты өтіп жатыр, иә. Сол жерде біздің ұлттық құрамамыз да бар, және біздің құрамамыз бірінші ойында испандықтармен 1-1 ойнады, және екінші ойында Ливанды 4-1 есебімен жеңді. Бірақ бұл жерде ұлттық құраманың жеңістеріне қарағанда мені басқа дүние қуантып тұр, ол өзбек ағайындарымыздың шынымен де бізді қолдаулары. Кәдімгідей бауырлас ел екенін көрсетіп, туысқан екенін көрсетіп, қазаққа жанын беріп, кәдімгідей жан аямай, Қазақстан алға деп айқайлап, тамақтары қарылып қалғанша Қазақстанды қолдап, біздің еліміздің туын көтеріп, бауырлар алға, бауырлар жеңіске деп кәдімгідей қолдап жатыр. Сол үшін өзбек ағайындар, сіздерге үлкен рахмет. Шынымен де өздеріңіздің қазаққа бауыр екендеріңізді, қазаққа туыс екендеріңізді көрсетіп жатсыздар. Негізі алатын болсақ, тек бұл сайыста ғана емес, жалпы олимпиадада да көрдік, өзбек ағайындарымыздың қандай бізге жақын екенін. Бізді еш жерде олар жаңағыдай қолдауға ешқашан аянбайды. Барлық жерде Қазақстанды қолдап жүреді, Қазақстанға өзінің ішкі жан дүниесін көрсетіп жүреді, қазақтың бауыр екенін, өзбектің қазаққа бауыр екенін көрсетіп жүреді. Жалпы қазаққа өзбек, қарақалпақ, ноғай, башқыр сияқты елдердің бауыр екенін білеміз, біз. Сондықтан осы бауырлығымыз айырылмасын деген келеді, бауырлығымыз тоқтамасын. Мынау кезінде 18 ғасырларда ғой деймін, қателеспесем, Ресей империясы болып тұрған кезде, ол жерде Волынский деген адам өмір сүрген, Ресей империясында. Соның жазбалары, мынандай жазбалары бар: біз қалмақты қазаққа, башқырды татарға, татарды қалмаққа айдап іштен ірітуіміз керек деген. Жалпы құрметті қазақ елі және өзбек елі ағайындар, қазақ, өзбек өте жақын бауырлас елдер, және де ең жақын елдер деп айта аламын. Сондықтан бұндай дүниеге жол бермейік. Қазақ пен өзбектің бір-біріне деген сыйластығы, бір-біріне деген бауырмашылдығы ешқашан бітпесін. Өзбекстан, Қазақстан алға, біз біргеміз. Рахмет қолдауларыңызға.